Тағы бір ұшақ Астана әуежайына қонды. Бұл борттың басқаларынан еш айырмашылығы жоқ. Әдеттегідей, халықаралық рейстердің бірі. Бірақ жолаушылардың арасында ерекше адамдар бар. Олар Қазақстанға алғаш рет келіп тұр. ақш, Германия, Израиль, Чехия, Түркия, Литва, ұзын саны 16 мемлекет, барлығы да медицина саласындағы үздіктер. Олар басқа жерге емес, Астанаға бет бұрды. Кардиохирургтардың бірінші ұлттық конгресіне қатысуды жөн көріпті. Себебі, сол жиылыстан 25 күн ілгеріде Қазақстанда тұңғыш рет жүрек алмастыру операциясы жасалған болатын. Я родился в августе 2012 года. Родился второй раз. И сегодня я вышел сюда сказать вам большое человеческое спасибо, Нурсултан Абишевич, за мою спасенную жизнь. За кардиохирургический центр, построенный в Астане. За золотые руки наших врачей, которые сегодня находятся в нашем зале. 2008 жылы елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен ұлттық медициналық холдинг құрылды. Оның құрамына 6 клиника кіреді. Ана мен бала ұлттық ғылыми орталығы, республикалық балаларды оңалту орталығы, ұлттық нейрохирургия орталығы, ұлттық ғылыми онкология және трансплантология орталығы және ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы. Аталған алтауы алдыңғы қатарлы ең озық технологиялармен жабдықталған. Бұрын соңды Қазақстанда болмаған жабдықтарды отандық медиктердің бірден қолданысқа енгізуі мүмкін емес. Сол мақсатта мыңдаған ақ халаттыны әлемнің ең үздік оқу орындарында оқыды. Ең мықты денсаулық сақтау мекемелерінде тәжірибеден өткізді. Бұл Астананы болашақ госпиталіне айналдыру жолындағы абзал амал. Барлық суреттерде өзімнің ойым, өзімнің көңіл күйім барлығы суретте берілген. Бояулар арқылы, фигуралар арқылы. Әр суретте мен өзімнің бір бөлшегімді көрем. Гүлмира Смайылова кәсіби суретші емес, қолына қылғалам ұстатқан дерті. Оған осыдан 5 жыл бұрын созылмалы жүрек жетіспеушілігі диагнозы қойылған. Ал бұл сырқаттан айығудың жалғыз ғана амалы бар – жүрек алмастыру. Ол ондай операцияны жасау мүмкін екендігіне сенді. Көп науқастар сынды. Тәуелсіздік тізгінін ең ұстаған тұс. Қоғамда сенімнен көрі күдігі басым адамдар қатары көбейді. Олар болашағымыз бұлыңғыр болады деп керуен көшін кері тартуға тырысқан. Бұл үрдіс күрделі саланың да күрмеуін босатты. Медицинаның өзіне шұғыл операция жасау қажет болды. 1991-ден 1997 жылға дейінгі аралықта елдегі дәрігерлер саны 12 мыңға, орта буын медициналық қызметкерлер 69 мыңға қысқарған. Сол қиын-қыстау 90 жылдары медицина мекемелері, медицина қызметкерлері көп қиыншылықтар көрді. Осыған байланысты 1991 жылы қысқа мерзімде жаңа заң жобасы дайындалып, Қазақстан тарихында бірінші рет жоғарғы кеңестің 7-ші сессиясында Қазақстан халқының денсаулығын сақтау туралы заң қабылданды. Қазақстан егемендігін еншілей сала, еш қиындыққа қарамастан денсаулық сақтау туралы заңды қабылдады. Посткеңестік елдер арасында бірінші болып, бұл мемлекеттің азаматтардың өмірі мен денсаулығына бейжай қарамайтындығының бір көрінісі. Елімізді медициналық сақтандыру жүйесіне ауыстыру керек болды. Ол жүйенің негізгі қағидаттары жұмыспен қамтылған, өзін қамтамасыз етіп жүрген азаматтар жұмысы жоқ адамдарға жәрдем береді. Осындай қағидаттары бар жүйе дүние жүзінде қабылдасты. Сондықтан біз өзіміз тәуелсіз мемлекет болғаннан кейін осындай жүйені енгізуге бет алып, сол арманымыз кейін іске асты. Жаңа ғасырдың басында денсаулық сақтау жүйесін жаңа заманауи деңгейге көтеретін көп дүниелер жүзеге асты. 2005 жылы денсаулық сақтауды реформалау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы жұмысын бастады. 2006 жылы алдымен азаматтардың денсаулығы туралы заң бекітілді. Кейін яғни 2009 жылы халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы заң қабылданды.
2010 жылы еліміз бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесіне көшті. Сала 2011-2015 жылдар аралығында Саламатты Қазақстан мемлекеттік бағдарламасы аясында дамыды. Осылайша Қазақстан медицинасы шұғыл операцияның әсерінен әлжиді, әлдеқайда мықты болды. Осыдан кейін Қазақстанда адамдардың өлім жітіміне себепкер басты 5 фактормен күрес күшейді. Жүрек қан тамырларының ауруы, қатерлі ісік, жарақаттар, миокард инфаркті және жүктілік пен бала өліміне қарсы тұрар иммунитеті күшті клиникалар іске қосылды. 25 жылдың ішінде 1312-ге жуық бізде жаңа нысандар салынды. Өздеріңізге белгілі, елбасының 100 аурухана, 100 мектеп бағдарламасының аясында 350 отбасылық амбулаторияларды салу бағдарламасының аясында бірнеше осы мыңдаған бізде жаңа нысандар салынды. Соның ішінде әрине осы Астанада салынған кардиохирургия орталығын, нейрохирургия орталығын, бала мен ана орталығын және біздің ұлттық ғылыми медициналық орталықтарын айтуымызға болады. Бұл орталықтар тек қана салынып, бүгінгі таңда қазақстандықтарға ғана игі көрсетіп жатқан жоқ, жалпы елімізді басқа елдерге де паш етті. Мысалы, кардиохирургия орталығында біз жыл сайын 40 мыңнан аса жүрекке ота жасаймыз. Трансплантациялар жасалады. Соның есебінен қазір Қазақстан 20 өте жақсы кардиохирургиялық оталар жасайтын мемлекеттердің қатарына қосылды. Смайылова Гүлмираның сеніміне селкеу түскен жоқ. Оған 2005 жылдың 1 желтоқсанында сәтті операция жасалды. Осылайша ол екінші жүрекпен ерекше өмір бастады. Дәрігерлердің өзі ең қиын уақытта солардың өздері мені алға қарай сүйреді. Мен тіпті өлімге де дайын болып тұрған кезде керісінше соның барлығы жабылып мені алға сүйреді. Ауырғанға дейін мен жиі айтатыным, мүлдем өмір сүрмеген сияқтымын. Мүлдем, білмеймін. Бұлай ауырып қалғанымды кейде сол жақсы жағына бағалаймын. Өйткені бұл маған рухани өсуіме көмектесті. Әрине, донор бірден табылған жоқ, күтуге тура келді. Қанша уақыт? Бұған ешкім жауап бере алмайды. Дегенмен бір жұбаныш, оның сол жақ жүрек қарыншасына механикалық қолдау қондырғысы имплантацияланды. Бұл жүрекке қан айдауға көмектесетін құрылғы, донор табылғанға дейінгі демеу. Мұндай аппаратты орнату операциясын қазақстандық кардиохирургтар алғаш рет 2011 жылдың 7 қарашасында іске асырды. Осылайша ұлттық кардиохирургия ғылыми орталығы жоғары технологиялық операциялар жасайтын озық 22 клиниканың қатарына қосылды. Когда он открывался в 2011 году, 2011 жылы ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығының ашылу салтанатында елбасы дәл осы жерде тұрып, мына ғимараттың үлкен сарайға ұқсайтындығын айтқан еді. Шындығында, осындай сарайда жұмыс істегеннің өзі бір ғанибет және адамға құлшыныс береді. Огромная мотивация делать что-то новое. Тәуелсіздік жылдарында қан айналымы жүйесінің ауруларынан болатын өлім 1,8 есеге төмендеген. Бұрын ойлайтын осы жұмыс тоқы маған жұмысым болса жүріп тұрса болды. Қалған сатып аламыз деп ойлайтын жоқ. Қай-қайсына болса да бетіне айтып беретін, денсаулығың жоқ болса сен ешкімге де керек емессің. Жүрек пен бүйректі ауыстырған бірінші адам мен Қазақстан бойынша. 2016 жылдың 3 тамызында ұлттық кардиохирургия ғылыми орталығында Напилов Амангелдіге донордың жүрегі салынды. Сол сәтте ұлттық онкология және трансплантология ғылыми орталығының мамандары да саймандарын сайланып, науқасты күтіп отырған. Бірінші операциядан кейін дереу екіншісі жасалды. Амангелдінің бүйрегі ауыстырылды. Мұндай күрделі операция бұған дейін ақш, Оңтүстік Корея және Италияда ғана жасалған. Қазақстан 4-ші. Мы стали узнаваемы не только у себя в стране,
не только у себя в регионе. Жаңадан бастап аз уақыттың ішінде халықаралық деңгейге жеттік. Қазір бізді тек ел төңірегінде ғана емес, бүкіл әлемде біледі. Бұны сеніммен айта аламын. Оған дәлел 2017 жылы Астанада жүрек кеуде хирургтарының бүкіл әлемдік конгресі өтеді. Ассоциация кардиоторакальных хирургов. Соңғы 4 жылда елімізде 1011 ағза трансплантациясы жасалған. Қазір жаңа бүйрекпен 793, бауырмен 170, жүрекпен 41, өкпемен 5, ұйқы безімен 2 адам өмір сүріп жатыр. Сонымен қатар 41 баланың гемопоэтикалық бағаналық жасушасы трансплантталған. 31 қазан елеген мен жаңылсын үшін ерекше күн. Тұңғыштары Ерасыл дүниеге келген бұл күні. Перзентханада емес, ұлттық нейрохирургия орталығында. Сондай бір өзімнің әкем сияқты. Әкем сияқты деп айтып отырғаны осы орталықтың басшысы Серік Ақшолақов. Осыдан 8 жыл бұрын жаңылсынның миында қатерлі ісік бар екен анықталады. Ол кезде келіншек мына аттай шауып жүрген Ерасылға жүкте. Дерттің дендегені соншалық 35 аптаға толған шақалақты да, ананы да аман алып қалу екіталай болатын. Бірақ нейрохирургтар мен акушер-гинекологтар өзгеге емес, өздеріне сеніп, 2 операцияны қатар жүргізді. Әйелдің миындағы ісігін алды, сәбиді босандырды. Осыдан ақ қазақстандық дәрігерлердің деңгейін байқауға болады. Бір есім кіріп, бір есім шығып, қиын жағдайда болдым. Содан кейін жолдасым келіп, сен жақсы боласың, және біздің осындай ұлымыз бар, өмірге келді, барлығы жақсы дегеніміз бар. Қорқынышым сеуіліп, тек алға деп, соған жетсем осы ұлға деп, сондай сезімде болдым. Бір операцияда қарап тұрсаңыз, 2 адамның өмірі бұл жерде шешілетін болды. Врачтарға да не істеу қиын болды, қайсысын алып қаламыз дегенде, екеуін де алып қалғысы келеді, бірақ ондай не болмады. Құдайға шүкір, екеуі де аман қалды. Қазір баламның 8 жаста, бүгін Оласыда. Соның врачтарға рахметін айтқым келеді. Осы 8 жылдың ішінде 60-тан жуық жаңа технологияны біздің өзіміздің тәжірибемізге кірдік. Бірнеше саланы біздің Қазақстанда тұңғыш рет аштық деп айта аламын. Ол біріншіден мидың қан тамырының ауруларының саласы. Бұл үлкен бір инсультқа әкелетін аурулардың бір түрі. Қазір бұл операциялардың барлығын 2 түрлімен жасайды. Біреуі миды ашып жасау, екіншісі қан тамырының ішінен кіріп жасау. Қан тамырының ішінен кіріп жасау ол қымбаттау болғанмен ауру үшін өте тиімді. Сондықтан біздің бүгінде 70-80% аурулардың осы тәжірибемен жасалынады. Ісік қатерсіз, алпысадық бәрі. Ойлаймын, барлығы аяқта, қолдағы жәрдерді кетеді. Бәрі орнына келеді, ойдағыдай қақты. Өте бір қиын жерде тұрған өзіңіз білесіз. Жұлын менен менің тоғысқан жері ғой енді. Демалсыңыз жақсы ғой. Су жұттыңыз ба? Жұттыңыз жақсы да, су жұттыңыз жақсы. Бәрі жақсы. Онда бәрі де бұйдағыдай болады. Ұлттық нейрохирургия орталығында жылына 4000-нан аса адам емделсе, соның 2500-іне операция жасалады. Жалпы ашылғаннан бергі 8 жылда 15 мыңға жуық операция өтіп, 30 мың адамды қатерлі ісіктен айықтырған. Бұрын науқастардың 70%-ы шетелден шипа іздейтін. Қазір керісінше олар бізге келеді. Бізде операция жасауға қажетті жағдай жасалмаған екен. Дәрігерлер мидағы ісікті тек Новосібір, Мәскеу және Астанада емдеуге болатынын айтты. Ендігі бар үмітім Қазақстанда. Сіздерде медицина саласы жақсы дамып келе жатқанын білем. Қырғыз азаматы Бузайнав Ергешева сынды дертіне дауа іздеп Қазақстанға келгендер саны жыл санап артуда. 8 жылдың ішінде клиникада 150-ден аса шетелдік науқас ем қабылдаған. Себебі бізде сапалы әрі қолжетімді медициналық көмекке қол жеткізуге болады. Мәселен, операция құны 500 мың мен 1,5 миллион теңгенің аралығында, ал өзгелердің бағасы 200 миллион долларға дейін жетеді. Бұрында біз өзіміздің әріптестерімізбен шетелдің оқытушы мен оқушы сияқты
сөйлесетіндік. Олар оқытушы сияқты, біздер оқушы сияқты. Себебі оған түрлі себептер болды. Жаңа айтып кеттім. Біріншіден біздің аппаратурдың болмағаны, біздің әлі қалыптасқан біздің өзіміздің саладағы жұмыскерлердің болмағаны, экономикалық жағдайдың кесірінен. Қазір біз оларменен әріптес ретінде, партнер ретінде сөйлесеміз. Оларға өзіміздің тәжірибемізді айта аламыз. Олар бізден ақыл кеңес сұрайды, біз олардан ақыл кеңес сұраймыз, біз ақылдасамыз. Мен айтамын, бұл өте үлкен жетістіктің бірі деп. Осындай озық технологиялы орталықтардың жүйелі жұмысының нәтижесінде қатерлі ісіктерден болатын өлім жітім 100 мың адамға шаққанда 32,5%-ға төмендеген. Сондай-ақ туберкулезден өлу көрсеткіші 25 жылда 61%-ға кеміген. Бұған аурудың алдын алу, яғни диагностиканың күшейгені де себеп. Позитронды эмиссионды томография қондырғысы онкологиялық ауруларды анықтау бойынша әлемдегі алтын стандарт. Бұндай аппаратқа ТМД-ның көптеген елі әлі қол жеткізген жоқ. Ал Қазақстанда бір емес екеуі бар. Республикалық диагностика орталығы мен президент іс басқармасының ауруханасында. Осы құрылғы арқылы қатерлі ісікті асқындырмай, дер шағында шара қолдануға мүмкіндік туып отыр. Радиохирургия деген жаңа сала ашылды. Бұл гамма нож дейді, сайбер нож дейді, ол медицина тілімен айтқанда, бұл сәулемен емдейді, бірақ бұл сәуле хирургиялық сияқты. 30-40 минутта ісіктерді, жаңа пайда болып жатқан ісіктерді, басқа да сонда ауруларды емдеп шығады. Бұл былай айтқанда хирургияның бір түрі деп есептеуге болады, алдын ала. Бұнда соны біз алып жатырмыз, қазір алып беріп жатыр. 17 жылы біз осы гамма найфты өзіміздің тәжірибемізге кіргіземіз бе деп отырмыз. Мен ең бірінші ауырған кезде бұндай диагнозды жаңа естіген бұрын, бірақ та бұл Қазақстанда бар екен білген жоқпын. Динара Бақбергенованың айтып отырғаны өткір лимфа аймағының лейкоз диагнозы. Темірланның бұл дертпен ауыратындығы 4,5 жасында белгілі болды. Көпшілікте аталмыш аурудан израильдіктер ғана айықтыра алады деген түсінік қалыптасқан. Алайда ана мен бала ұлттық ғылыми орталығындағы гемато-онкологиялық бөлімі сырқаттан сауықтыруға қауқарлы. Балаға донор іздеу үшін уақыт өте тығыз болды. Біз қазақстандық, ресейлік және халықаралық банктерден іздеу салдық. Өкінішке орай донор табылмады. Сөйтіп балаға анасының діңгек жасушалары отырғызылды. Қазір баланың жағдайы жақсы. Бұл біз үшін үлкен жетістік. Мұндай операцияның құны шетелде 150 мың ақш доллары. Ал бізде тегін мемлекеттік квота есебінен жасалады. Ана мен бала орталығында онкологиялық ауруларды емдейтін 4 бөлім бар. Олар бір мезетте 160 науқасқа көмек көрсете алады. Сонымен қатар балалардың бас сүйегіне трансплантация жасайтын 6 бөлім ашылған. Осы кезге дейін сақтап келді. Ары қарай да үмітіміз бар. Сол тек қана бәрі сәтті болсын деп тілек тілеп отырмын. Пірімбетова Гүлімханның қызы созылмалы бүйрек жетіспеушілігі дертіне шалдыққан. Оған жуық арада трансплантация жасалмақ, яғни анасының бір бүйрегі беріледі. Жалпы мұндай операцияны балаларға жасау Қазақстанда 2012 жылдың қараша айында басталған болатын. 4 жылдың ішінде 41 балаға бүйрек ауыстырдық. Балаларымыз нәтижелері жаман емес, жақсы. Оны да енді ары қарай дамытып өсіп келе жатырмыз. Осындай көрсеткіштеріміз бар, және де тағы бір айтып кететін жағдай, мына қазір бүкілодақтық ВОЗ дейміз ғой, ВОЗдың бағдарламасына байланысты 500 граммдық, 600 граммдық балаларды, қазір жаңа нәрестелерді, жаңа туған соларды кәдімгі емдеп, салмағын, жасын жеткізіп, сөйтіп сондайға жеткізіп жатыр. Тәуелсіздік жылдарында елдегі туу көрсеткіші 1000 адамға шаққанда 8,2%-ға өскен, ал ана өлімі 5,4 есеге, балалар өлімі 3 есеге кеміген. Жалпы өлім жітім 6%-ға төмендеген.
туған балаларға да операция жасау. Ол оңай жұмыс емес. Кішкентай ғана бала туған күннен кемтар туатын балалардың саны көп. Туған күннен бастап операция жасауға тура келеді. Бізде соған байланысты отделение аштық. Бірақ соған жетістіктеріміз бар. Мысалы, өңештің бүтіп туы. Бұрын операция жасайтын тұғымыз қазір лапароскопийский, торакоскопийский аппаратпен кіргізіп, соған өңешті өңешке қосайық деп қосып атырмыз. Сонда біздің жетістіктеріміз әжептәуір бар деп айтуға болады. Қазақстандағы өлім жітімнің 11% жарақаттанудың есебінен, ал бұл кеселмен травматология және ортопедия ғылыми зерттеу институты күреседі. Мекеменің ашылғанына биыл 15 жыл. Осы аралықта ұжым толығай табыстарға қол жеткізді. Ұршық буын, жамбас буын дейміз, тізе буын, соларды біз ауыстырып, соларға енді адам өзі үлкейе келіп, буындар жерініп қажалып қалады. Аяғы майысып қисайып қалады, кісілер жүре алмай қалады, қақсап ауырады. Соларды біз қайра сол буынды ауыстырып, бұл енді орысша айтқанда трансплантация органы. Қазір деп отырмыз, жүрек салып отыр, бауырды ауыстырып отыр, өкпе деген. Ал енді бізде травматология ортопедия саласында бұл енді сол искусственный сустав дейміз. Соны біз сол 1996 жылдан бастап ең бірінші мен өзім шетелге барып, сосын Швейцариядан шақырып, екі операция жасағам, содан кейін Германиямен қарым-қатынастарым жақсы болып, сол бір жылда 20-30-70 операция дейін, ал енді ғылыми зерттеу институты ашылғаннан кейін біз енді 200-ден артық операция жасайтын болдық. 1991 жылы Қазақстандағы орташа өмір сүру жасы 67-нің шамасында болса, қазір 72 жасқа жетіп отыр. Осы мамандардың жаңа технологиялар, жаңа нысандардың арқасында бір күнде біз қандай жетістікке жетеміз. Мәселен, бір күнде елімізде 1300-ге жоқ балалар дүниеге келеді. 1300 отбасы, бақытты отбасы атанып, ана өз үйіне аман есен қайтады. Екінші 300 мыңға жоқ азаматтар әр күні, жылдың әр күнінде біздің емханаларға келіп, яғни поликлиникаға келіп ем алады. 20 мыңға жоқ біздің тез жерден қызметкерлер жұмыс істейді. Күніне 100 рет біздің санавиациядағы самолеттар әуеге көтеріліп, шалғай аудандарда жатқан азаматтарды орталық ауруханаларға алып келеді. Күніне тек қана біздің емханаларға, стационарларға, больницаларға 20 мыңнан азамат келіп көмек алады. Міне осылардың бәрін қарасақ, бұл біздің еліміздің осы тәуелсіздік алған жылдардың арасындағы ең үлкен жетістігі деп айтуымызға болады. Тәуелсіздіктің 25 жылында қазына есебінен 1312 денсаулық сақтау нысандары салынды. Алдағы уақытта медициналық мекемелер инфрақұрылымы бюджеттік шығындардан бөлек мемлекеттік жекеменшік әріптестік, сенімгерлік басқару және жекешелендіру механизмдері арқылы жүзеге аспақ. Ұлттық медициналық холдингке қарасты клиникалар бұдан былай Назарбаев университетімен бірлесе отырып жұмыс жасайтын болады. Олардың басты міндеті қазақстандықтардың өмір сүру жасын одан әрі ұзарту және дені сау ұлт қалыптастыру.